Бәріңіз сәлем болар. Сіздермен бейбарыс ағайлар бүгінгі видеода қарбыз туралы фактілерді қарастыратын боламыз. Қазіргі жаздың нағыз ыстығынан құтқаратын заттардың ішінде қарбыз ерекше орын алады. Ал сіз білдіңіз бе? Қарбыз жеміс пе, әлде жидек пе? Жоқ әлде көкөніс пе? Барлық белгілі ғалымдардың пікірі бойынша қарбыз ең үлкен жидек. Шынында да қарбыздың жемісі көп тұқымды шырынды асқабақ. Морфологиялық тұрғыда асқабақ жидекке ұқсайды. Бірақ одан да көптеген тұқымдар мен жеміс қабығының құрылымы бойынша өзгешеленіп тұрады. Сондықтан ботаникалық тұрғыдан қарбыз жемістерін жидек деп атау мүлде дұрыс емес. Қарбыз бір жылдық қарапайым шөпті өсімдік, яғни асқабақ тұқымды бақша дақылы. Қысқаша айтқанда көкөніс. Қарбыздың отаны оңтүстік Африкада Калахари шөлі. Онда осы күнге дейін теннис добының көлеміндей және салмағы шамамен 200 грамм болатындай кішкентай жабайы қарбыздарды кездестіруге болады. Осыдан 4000 жыл бұрын қарбызды ежелгі Египетте өсіре бастады. Ал Мысыр мазарларында табылған қарбыздардың тұқымдары мен суреттері осыған дәлел. Бір қызығы, мысырлықтар кейінгі өмірде азық көзі болсын деп көбінесе фараондардың қабіріне қарбыз қойған. Кейінірек Парсы, Иран, Арабия, Үндістан және климаты құрғақ және ыстық басқа да Азия елдерінде қарбыз өсіріле бастады. Бүгінде әлемнің 96 елінде қарбыздың 1200-ден астам түрі бар. Бұл негізінен жылы климатты елдер. Сары қарбыздар қарапайым қарбыз бен жеу мүмкін емес жабайы сары қарбыздың шағылысу нәтижесінде пайда болған. Қазіргі Испания, Таиландта іші сары қарбыз өсіріледі. Испанияда олар жазда дөңгелек пішінді болып өседі. Ал Таиландта олар қыста өсіріледі және сопақ болады. Таиландта сары түсті қарбыз әсіресе қытайлардың арасында қатты танымал. Және ол кәдімгі қарбыздан 2 есе қымбат тұрады, өйткені сары түс алтын мен байлықты білдіреді. Жапондықтардың тағы бір өнертабысы төртбұрышты қарбыздар. Алғашқы төртбұрыш қарбыздар 30 жыл бұрын Жапонияның Сикоку аралындағы Кагава префектурасында өсірілді. Қарапайым дөңгелек қарбыздар жиі домалап кетеді және оларды тоңазытқыш сақтау немесе тасымалдау оңайсыз. Сондықтан жапондық фермерлер текше тәріздес арнайы шыны ыдыстарға қарбыз түйінін салып өсіре бастады. Өсу процесінде жемістер жапон тоңазытқыштарының сөрелерімен бірдей мөлшерде болатындай қораптар пішінінде болды. Міне балалар, біздің видео аяқталды. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Арнамызға жазыңыздар, өз ойларыңызды білдіріп комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған бейбарыс ағайларың әлі талай қызықты видеоларда кездесеміз деп ойлаймын. Қош, сау болыңыз.